ерекше түйіспен орамынан жасаймыз. Алып кеттік. 300 грамм сүтімді құйып, шай қасықпен 1 қасық тұз салып, әбден араластырамыз. Тұзымыз жақсылап еру керек. Бұның үстінен 1 жұмыртқамызды жарып, ұнымыз дайын тұрған, електен өткізіліп дайын тұрған ұнымызды салып, қамыр илейміз. Менде 700 граммдай ұн кетті. Қатты емес, тегі жұмсағы емес, орташа қамыр илейміз. Қамырымызды жақсылап әбден иілеп, домалақтап, үстіп тұндыруға қойып қоямыз. Табағымызға салып, бетін жауып қойып қоямыз. Бұл уақытта енді фаршымызбен айналысамыз. Мен етімді өткізіп, қолдан фарш дайындаймын. Тұнып тұрған қамырымызды, 1 суалы қамырымды мен жаюға кірістім. Қамырды жайып, жақсылап, осылай жайып болған қамырымызды бүктейміз. Үстіп мантыге бүктегендей бүктеп аламыз. Бүктелген қамырымды 2-ге бүктедім. Ол 2-ні қайтадан 4-ге бүктедім. Осылайша шет-шетін былай басып, ізін келтіріп алдық. Сол із бойынша қамырды 4 бөлікке бөлеміз. Қамырымызды тағы да 4 бөлікке бөлеміз. Тура бөлінсін деп, мен осылай жаңағыдай тағы да бүктеймін. Бүктеп, осылай қамырымды кесіп аламын. Осындай әдемі тамаша қамыр шықты. Қамырдың 2 шетін енді 3 бөлікке бүктеймін. Осылайша кесіп алып, ораманымызды жасаймыз. Бұл жерде енді жіңішке оқтау болса өте тамаша әдемі болады. Менде жіңішке оқтау жоқ, сондықтан осы жайған оқтауымды пайдаланамын. Қамырымызды оқтауға орап, қолымызбен қысып аламыз. Осында ирек шығу керек бізде қамырда. Әдемі бүктеліп, складкалар шығу керек. Фаршымды салып жатырмын. Май жаққанды ұмытпаңыздар. Майымызды жағып, салған фаршымызды осылай жақсылап жайып салсаңыздар да болады. Орап түйеміз. Осылай орап алып, түйеміз шетін. Түйіп атқан кезде шетін қалдырып қоямыз. Төбесінде әдемі гүл болып тұрады. Осындай керемет ораманан жасаймыз. Рулет орысша керемет болады. Әдемі, сондай керемет, көз жауын алатындай жайқалып өскен гүлдей болған орамананымыз осылай болады. Жақсы, бұны мантаваркамыздың табағын майлап, жақсылап саламыз. Бетіндегі мынау гүліміз қатып қалмасын деп, сәл май жағы жібереміз. Құрметті көрермендер. Гүлімізді әдемелеп қойдық, піскен кезде де жалпай қалмасын деп, осылай май жағып қойсаңыздар болады. Ал кеттік, екіншісін орап көрсетейін. Тағы да оқтаумен ораймыз. Жіңішке оқтау пайдалансаңыздар, иректеріңіз өте әдемі түседі. Қысамыз, қамырды 2 шетінен қысамыз, оқтауды алып тастап, қамырымызды ашамыз. Қамырды ашып, осы қамырға май жағып, фаршымызды саламыз. Майымызды жағып алып, фаршымызды саламыз. Бұл ораманнан болғандықтан ортасына май жағылу керек. Фаршты осылай жаймай да саласаңыздар болады. Осылай түйіп, дайындап аламыз. Мантымызды жалпы барлығын түйіп көрсетпей ақ қояйын. 2 түйісті көрсеткенім жеткілікті деп ойлаймын. Мантымыз дайын. Түйіп болған кезде осындай болады. Піскен кезде мантымыз осындай болады. 45 минутқа пісіріп алдым. Сіздермен болған Дәмді ас каналы. Менімен бірге болыңыздар. Қызықты рецепттерді жіберіп алмаңыздар.